Қайырлы күн барлықтарыңызға. Ассалаумағалейкум ағайын. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап отырамыз. Бүгін біз сыр бойында Қызылорда облысы Шиелі ауданының төңірегіндеміз. Шиелі ауданынан 25 км жердегі Оқшата мазараты немесе Жетәулие мазаратында тұрмыз қазір. Менің артымда тұрған бейіт Торғай Датқа Қуатбайұлынікі болатын. Бұл кісі 1792 жылы туылып, 1872 жылы өмірден өткен Қыпшақтың шашты тармағының ішінде Бошай тарауынан тарайтын азамат кісі. Бұл кісі сыр бойында Қоқан хандығының кезінде датқа болған кісі. Қасындағы игілік әулие Үмбетұлы. Бұл кісі 1780 жылы өмірге келіп, 1860 жылы өмірден өткен. Бұл да Қыпшақ руынан шыққан болатын. Осы Торғай Датқаның ақылшы ағасы болған азамат. Ал Торғай Датқа дегеніміз кім? Торғай Датқа 19 ғасырда осы маңда Қоқан хандығының кезінде датқалық атақ атқарған өте абыройлы азаматтардың бірі болған. Бұл кісі белгілі Түркістан автономиясының төрағасы болған, Қызыл қырғынның Сталиннің басты жауларының бірі болған атақты Мұстафа Шоқайдың атасы болатын Торғай Датқа. Мұстафа Шоқайдың өзі осы Қызыл империядан қашып сонау Берлин қаласында 1941 жылы қайтыс болып, бейіті сояқта болса, Мұстафа Шоқайдың туып өскен жері осы Қызылорда облысы Шиелі ауданы, қазіргі 1 май ауылы деп аталынады, 1 мамыр ауылы деп аталынады. Сол жерде Әулие Тораңғыл деген жерде дүниеге келген болатын. Оның ата бабасының бәрі осы сырдың бойында өмір сүрген болатын.